Сәлем балақай, менің каналыма қош келдің. Бүгін мен қасқырлар туралы керемет мәліметтер айтып беремін. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпа. Қасқыр еркіндікті жақсы көретін аң. Оны қолға үйрету қиынның қиыны. Қасқыр қақтығыстан қайтпайды. Не жеңеді, не өледі. Әйтеуір аяғына дейін жеткізеді. Ол тек қана балғын, жаңа етпен қоректенеді. Өрексені татып талмайды. Сонымен қатар, ол өзінің маңдай термен ұстаған олжасын ғана жейді. Қасқырлардың тағы бір ерекшелігі, ұрғашы қасқыр мен еркек қасқыр жұптарын жазбай өмір сүреді. Бір-бірін ешқашан алмастырмайды. Оларды тек қана өлім ғана ажырата алады. Бала тәрбиесіне екі жақта атсалысады. Бір-біріне деген адалдығын қасқырлардың басы ерекшелігі ретінде атауға болады. Ұрғашы қасқыр ұйықтап жатқанда еркек қасқыр күзетіп тұрады. Қасқырлардың өзара қатынасымен өте қатаң реттеліп отырады. Егерде араларында жұп әлсіз болатын болса, онда ол жұп бала туу санын шектейді. Бұл генетикалық құрамды жақсарту мақсатында жасалатын айтпаса да түсінікті. Одан соң мына құрметті қараңыз. Бір топ қасқыр ең алдымен 3 әлсіз әрі ауру қасқыр келеді. Егер алда бір төтенше жағдай бола қалса, алдымен солар құрбан болады. Сонымен қатар, бұл үшеуі жол таптап, кеңгілердің күші сақтау қалпына ықпал етеді. Одан кейін 5 еркек қасқыр келеді. Бұл негізгі топтың басы. Ортада 11 ұрғашы қасқыр кетіп барады. Олардан соң тағы 5 еркек қасқыр. Ал ең соңында басшы бөрі келеді. Ол топтың жүру барысын қадағалап, бақылап әрі реттейді. Сол үшін топтың артында жүреді. Қасқырлар аралығындағы жұп қасқырларға, яғни еркек пен ұрғашы, құрмет көрсетіледі. Ол жаңа бола қалса, бірінші соларға бөліп береді. Жататын жерлерінде жайлы, оңашалау жерден таңдап қояды. Күшті қасқырлар әлсіздерге қамқор болады. Ал егер де өзара заңдықты бұзатын болса, онда олармен басқаша сөйлесуі мүмкін. Бұл жыртқыш аңның бостандыққа деген ұмтылысын тарихқа таспен қашап жазуға болатындай. Неге десеңіз, қақпанға түскен қасқыр аяғын тіспен кесіп, әрі қарай жолын жалғастырады. Сондай-ақ, егер аңшылар қақпанға түскен қасқыр тез арада қолға түсірмесе, онда әлгі қасқырдың серіктері оны жеп кетуі мүмкін. Себебі, қасқырлар өзінің тобының ең әлсіз ауру қасқырларды азық ретінде жеп қоятын, біреу білсе, біреу білмес. Кейбір қасқырлар салмағы 100 килограммға дейін жетуі мүмкін. Қасқырлар экватор сызығына алыс-жақын орналасу ретіне байланысты өседі. Тропикалық қасқырлардың кәдімгі иттердің қатты айырмашылығы жоқ.